Темір жол бойында, екі станцияның арасында кішкене үйшіктің ішінде тұратын орта бойлы, шоқша сақалды қара кісі Жаманбай. Жаманбайдың кәсібі темір жолдың бойын қарап, босаған винттерін бұрап, шегелерін мықтап қағып, шірген шпалдарын ауыстырып салып, төмен басылғандарының астына балшық, құм толтырып тегістеу. Қыс болса, жол бойының қарын тазалап, Құдайдың құтты күні бір дамыл көрмейді. Жаманбай таң атысымен тұрып алып, жол бойына кетеді. Кешке дейін сол жол бойында винт бұрайтын темірі мен күрегін иығына салып, жолдың әр жерін шұқылап, қарап жүргенін көресің. Жаманбай қазақша саптама еттігінің қонышында бір қызыл, бір жасыл екі кішкене жалауы болады. Бұл жалауын ылғи қонышынан тастамайды. Жаманбайдың бұл кәсіпке кіріскеніне міне биыл 15 жыл. Қарайтын жері шақырымдай жер. Міне осы екі арадағы жолдың жаман жақсы жұмысына Жаманбай жауапты, міндетті сияқты. Бұл күнге дейін жол бойының мастерлерінен, басшы жұмыскерлерден, анда-санда келіп қарайтын жол мамандарынан, начальниктен ылғи мақтаудан басқа пәлен деген ешбір сөгіс алған жоқ болатын. Жазғытұры еді. Қар еріп, су сайлардан сарқырап ағып жатыр. Бүгінде күндегідей Жаманбай ерте тұрған, винт бұрайтын темірі мен күрегін иығына салып, домбыраның шегіндей қаз-қатар созылған темір жолды бойлап келе жатыр. Түнде Жаманбай қатын баласынан бұрын жатып, ұйықтап қалған. Күлсім істігіп отырған. 2-3 жасқа келген Сәлем әкесінің қойнында тұрған қызыл жалауды суырып алып, «Мен пионер, мен коммунист!» деп кішкене қызыл жалауды ұстап жүріп, бірсыпыра ойнап, ұйқысы келген соң жалауды ірге жаққа тастап жатып қалды. Жаманбай түнде үйден шығарда қонышындағы кішкене жалауларды көріп қоятын. Бүгін ұмытып қонышына қарамады. Жаманбай анда-санда жерге бір тоқтаумен жүріп отырып, 3-4 шақырымдай жүрді. Рельстің винттерін, шпалдың шегелерін босаған ба деп шықылдатып соғып келіп, босағандарын мықтап бұрап, ұрып түзетіп бекітіп келеді. Сол бетімен жүріп отырып, Жаманбай будкадан 5 шақырым жердегі Сарыөзек сайына келді. Күндегідей басылған жерлерін белгілеп, босаған винттерді бұрап келе жатыр. Кенеттен Жаманбайдың көзіне 2 рельстің қосылған жері ағытылып шығып, бір жақ рельс қисайып қалғандығы көрінді. Жаманбайдың зәресі ұшып кетті. Келіп қараса, шпалдардың табанындағы балшықтары қазылып төмен сүрілген. Бірнеше шпалдардың шегелерін суырып алып тастаған. Кеше Жаманбай бұл жерге келген, онда аман болатын. Жаманбай мұны көрген соң жаман састы. Енді пойыз келсе құлап қирауында сөз жоқ. Бұл бұзылған жолды қазір пойыз келгенше түзету керек. Бірақ жалғыз Жаманбайдың шамасы келмейді. Мұндай жұмыстарды алдыңғы будкада тұратын жұмысшылармен қосылып көптеп істейтін. Бірақ олардан бері қарай шыққан қарасы әлі көрінбейді. Ең алдымен Жаманбай алдыңғы будкадағы жұмысшыларға хабар беруге ойлады. Жоқ, барып хабар беруге болмайды. Өткені оған дейін ар жақтан пойыз келіп қалып, бұзылған жерге құлау қаупі бар. Жалма-жан жүгіріп жүріп, жолды түзететін саймандар іздеді. 1-2 тот басқан винттер, бірнеше шпал шегелерін, рельсті көтеретін ағаштар тауып алды. Бірақ мұнымен жалғыз Жаманбайдың бұзылған жерді түзетуге шамасы келетін емес әлі. Сөйткенше болмады, Жаманбайдың көзіне арт жақтан пойыздың будақтаған түтіні көрінді. Жаманбай жан ұшырды. Дайырлаған саймандары мен балка ағаштарымен рельсті көтермек болды, бірақ шамасы келмеді. Келе жатқан кісі мінетін 3 санды почта таситын поезд. Жыландай жорғалап, ұшқан құстай зулап, түтінін будақ-будақ шығарып ағып келеді. Жаманбай енді поезды тоқтатуға ойланды. Жалма-жан қонышындағы жалауды суырып алып еді, қызыл жалау емес, жасыл жалау. Қайтадан оны тығып жіберіп, қызыл жалауды қараса, қонышында жоқ. Енді бұрынғыдан жаман састы, зәресі ұшып кетті. Поезд ағып келеді. Поезды тоқтату керек. Не қыларын білмеді. Енді поезд құлайды, жұрт қырылады деген қауіпті қорқынышты сурет көз алдына елестеп кетті. Енді не қылса да поезды тоқтатып, құлатпай, адамдарды аман сақтап алу керек. Поезд 1,5 шақырымдай жер қалғанда, Жаманбай жолдың қақ ортасында тұрып алып, қолын бұлғап айғайлай бастады. Жаманбайдың айғайын паровоздың машинисі әлі естіген, сезген жоқ. Поезд әлі ағып келеді. Енді поезд мына жерге келіп құлайды-ау, енді қайтем, деген ғана аузынан дыбыс шығады. Тағы қолын бұлғап, жан даусымен айғайлайды.
Пойыз жақындап қалды. Паровоздың машинисі жолдың ортасына тұрған адамды жана көрді. «Кет!» деп паровозды бір-екі айғайлатты. Оған Жаманбай кететін емес. Жолдың бұзылған жерінен пойызға қарай қарсы жүгіріп келіп, қолын былғап: «Мен көптің құрбаны, мен, міне қызыл белгі!» деп рейстің үстіне құлап, бір жақ қолын былғай берді. Жаманбай құлағанда пойыз 200 саржандай жерде қатты ағынмен келе жатыр еді. Жаманбайдың құлағанын көрген соң, машинист тез кейінгі тормозды басқаратындарға хабар беріп, пойызды тоқтату шарасына кірісті. Вагонның құлақтары сарт-сұрт, шыр-шыр етті. Пойыздағы жұрт не себепті бұлай кенеттен тоқтады, неге айғайлады деп әбігерленді. Паровоздың екі енінен демін алып ысылдаған дауысы анда-санда ақырып қалғаны естіледі. Пойызды табанда тоқтату мүмкін емес. Бар вагонның тормоздарын жауып бірте-бірте тоқтатылды. Өйткенмен паровоздың алдыңғы дөңгелегі Жаманбайға бір саржандай қалған кезде дөңгелеуін қойды. Паровоз тоқтаған соң тағы бір-екі ақырып қалды. Оған Жаманбай тұрып кететін емес. Тағы қолын баяулатып бір-екі қабат семлеп қойды. Жалма-жан вагоннан жұртты, паровозды машинисте түсті. Жолдың ортасында сұлап қолын былғап жатқан адамның жанына келіп жиылды. Жұрттың бәрі де «Не болды? Не болды?» деп сұрап жатыр. Тағы да қолымен жолдың бұзылған жерін көрсетті. Пойыздың қызметкерлері, паровоздың машинисі бәрі де Жаманбайды таныды. Жаманбайдың сілтеуімен жолдың бұзылып, жүруге жарамайтын болып жатқанын көрді. Енді жұрттың бәрі де Жаманбайдың жолдың үстіне неге жатқанын, неге пойызды тоқтатқанын да білді. Жұрт Жаманбайды тұрғызып алды. Пойыз қызметкерлері дереу Жаманбайды яралаған саймандармен екі рейстің ашылған жерін қосып, жолдың астын тегістеп, 15 минуттың ішінде жолды түзетті де пойыз жүріп кетті.